Ассалаумалейкум азизлер. Таңның атуы менен күннің батуы бұл уақыт өлшемі екені анық. Міне осы уақыт өлшемі бізді және бір ажайып бейшенбі ақшамында дидарнесіп болмақты. Солай екен өзіміздің ең жақсы тілектерімізді білдіре отырып, біз жұлдызды ақшам көрсетуіміздің бүгін нәубеттегі санын баслаймыз. Бүгін біз көрсетуімізге жас талант иесі Жырау бүгінгі күнде Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің студенті. Жақында Венгрия Республикасында өткерілген Туран халықлары құрылтайы фестиваль қатынасушысы Саламат Аяповты студиямызға марат еткенбіз. Саламат, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Рахмет, ассалаумалейкум. Саламат, мен жас болуыңызға қарамастан бүгінгі күнде көптеген таңдауларға қатынасып, өзіңіз талантыңыз себеп шетел сапарларында да болғансыз. Ол ма жыраушылық өнерін қашаннан басылып үйренгенсіз? Жыраушылық өнерін бұл жаслығымнан басылап үйренгенмін, бірақ ол кезде тек саз нама шертетіп едім. Негізі музыкаға деген ықыласым мен кішкене балалық уақытымнан мектепке қадам қоймастан алдым, бір қосықтың ақырын, екінші қосықтың басын дегенде сөйтіп жалғастырып, ата-анам менің талантымды, ықыласымды көріп, өзіміз Қоңырат районындағы Есемұрат Жырау атындағы балалар музыка мектебіне оқуға берді. Бұл жерде мен дутар аспабына оқуға бербедім негізі. Дутарды оқып жүріп, қобыз аспабын жас балалар шертіп жүргенін көрдім, һәм бұл аспапқа қызығып қалдым. Һәм сол жерде аспапта маған ұстатып, бірінші мәрте ұстатып үйреткен Тұрғанбайға Атамұратов ұстазымнан қобыз аспабын үйренуге өз алдыма мақсат етіп қойғанмын сол кезде. Жақсы, бұл қобыз саз аспабында үйренген бірінші намаңыз. Бұл қайсы нама болған еді? Қобыз саз аспабында үйренген бұл бірінші намам. Бұл Қарақалпақ халқымызға белгілі нама Қыз мұнайым намасы һәм Әжнияз сөзіне Бозатау намасы. Неше жаста едіңіз сол бірінші намаларды өз еркіңізше беймәлер шерте алу дәрежесіне барғаныңызда? Ол кезде 11 жаста едім мен. Сол мектеп оқып жүрген дәуірімде сол кішкене уақытымда 11 жас. Міне осы 11 жасыңыздан басылап бұл жыраушылық өнерін үйренуіңіз себеп болса керек. Бүгінгі күнде жоғарыда айтқанымыздай бірнеше таңдаулар жеңімпазы болғансыз. Хатекі сол таңдау фестиваль қатынасушыларына да айланғансыз. Саламат, бірінші бұл жыраушылық өнеріндегі, яғни қобыз саз аспабыменен қатынасқан таңдауыңыз қайсы таңдау болған? Бұл бірінші таңдауым Ташкент қаласында 2008 жылы Мұхаммед Қари Яқупов атындағы балалар фестивалі болады. Бұл фестивалда ұстазым Тұрғанбайға Атамұратов һәм музыка мектебінің директоры Жаңыл апа Көсепова, бақсы Бақтияр аға Қыдырбаевлар сол таңдауды маған айтты. Сондай қобыз миллилікпен қатынассаң болады екен. Қатынасасам ба деп айтты. Сонда мен ава дедім. Бірақ олар сол Нүкістегі қалалық басқышынан өтсең Ташкентке жолдама алуы мүмкін деді. Сол Нүкістегі қалалық басқыштан бірінші орынды алып өттім. Һәм Ташкент қаласына барғанымда сол жаңа айтқан бірінші намам Қыз мұнайым намасыменен жюрилерді таң қалдырдым. Олар сол Қыз мұнайым намасын, Қарақалпақ намасын білеткен. Олар сол мен шерткенде ыңылдап отырды өзлері, жаңа бір беріліп. Міне сол таңдауда жеңімпаз болуыңыз себеп сол орта арнаулы оқу орнына имтихансыз қабыл қылынғансыз. Саламат, бұл жыраушылық өнеріндегі көп үйренуді талап етуші сол дастанлар хақында айтып өтсеңіз. Бұл жыраушылық үйренуде бұл дастанлар әрбір ұстаз жыраулардың өзінің жолы болады. Мәселен, әр жырау дастанларды өз вариантында, өз жолында айтқан. Мәселен, Алпамыс дастанын айтатын болсақ, Алпамыс дастанның 8 варианты бар. 8 вариантын 8 жырау өз жолында айтқан. Өз жөнелісінде. Өз жөнелісінде айтқан. Бұнда енді қиыншылық тарифлері дастандағы, бұнда актерлық керек болады. Шеберлік керек болады. Һәм фольклорға бай болу керек, тарихты білу керек, сол өз Қарақалпақ тарихын. Һәм әр дастанлардың өз айырмашылығын білу керек. Жақсы, Саламат, сол жыраушылық мектебіндегі дастанларды атқаруда, яки болмаса сол терме толғауларды атқаруда, әрбір жырау қандай шынығулар істеп барады? Әрбір жырау, енді жырау өзі шәкіртіне үйретіп атқанда меніңше шынығу істейтін шығар деп ойлаймын. Ал бірақ мен өзім шәкіртпен себебі, сол үйде отырғанда әр
2 күннен бір күн айтатын болсам, мәселен, сол 1,5-2 сағатқа созылады. 1,5-2 сағатқа созылғанда бұл баста мен насихат толғаулардан бастаймын. Һәм тамағымды қыздырып, өзімді бір қобызға бейімлестіріп алып, кейіннен дастанға өтемін. Әрбір кәсіп иелері сол кәсіптің профессионал дәрежедегі ұстазларының қайсы біріне хауес етеді. Сіз жыраушылық өнерінде кімге хауес етесіз? Мен жыраушылық өнерінде әлбетте ұстазларыма хауес етемін. Себебі сол жаңа қазір айтқанымдай қобыз аспабын үйреткен Тұрғанбайға Атамұратов ұстазым, сол ұстазымның қобыз аспабының сазларын шерткен жақсы ұнатамын. Себебі ол қобызда дутардың намаларын шерте алады. Басқа бір естіген намаларын сол кезде шертіп атқара алады. Сол дәрежеде сазға бай. Сол ұстазымның мен сол қобыз аспабының сазларын шерткенін жақсы көремін. Ал кейін сол халқымызға белгілі Қарақалпақ халық жырауы Бақберген аға Сырымбетовтың бұл халықтың алдында сол дастан айтқанларына һәм сол Қарақалпақ халқына белгілі болғанына хауес етемін. Бізді жақсы келіңіз, сол сіз қатынасқан таңлаулар хақында сәбетімізді давам етірсек, 2010 жылы Ангренде өткерілген Өлең айткелі келдік фестивалінде дәстүри фольклорлық сол байрам кешесінде қатынасқансыз, һәм арнаулы диплом мен сыйлықтанып қайтқансыз. Келің, міне осы болып өткен байрам тамашасы хақында айтып өтсеңіз. Бұл фестивалға біздер ұстазым, жаңа айтқан Бақберген аға Сырымбетовпенен бірге бардық. Ангренге барып, шайғасып, олар біздер жақсы күтіп алды. Сосын ертесіне сол фестивал басыланды. Бұл фестивалда мен Алпамыс дастанынан өзінде айттым, ұстазым Едіге дастанынан өзінде айтты. Екеуміз ұста шәкірт болып, Қарақалпақ халық дастанларынан өзінде айтып қатынастық. Бұнда әр сол Өзбекстан аймағындағы һәмме олаятылардан адамлар келді. Наманган, Анжан, Самарқанд. Соларым сол әрбір милли аспапларменен қоса айтып қатынасқан. Фестивалдың аты айтып тұрыпты, өлән айткелі келдік. Сол өлән айтқанлары маған ұнады. Себебі сол қыз бенен жігіт сол өлән айтысады екен. Айтыс бір-бірін. Сол фестивалдың атын қойылған өлән айткелі келдік. Сол несі миллилігі ұнады. Бізді жақсы саламат 2011 жылы Еліқала районында өткерілген Атажан Құдайшыкуров атына өткерілген таңлауда қатынасып, бірінші орынды қолға кіргізгенсіз. Бұл таңлауға қанша талант иелері қатынасқан, һәм таңлау шартлері нелерден ібарат болған еді? Бұл таңлауға Өзбекстан аймағы бойынша бір мыңлаған талант иелері қатынасқан. Бұның ішінде мен тәжірибе жағынан, жасы жағынан үлкен талантлы жасылар қатынасты. Бұнда мен өзім күткенім жоқ, себебі олардың тәжірибесі, талантлары күшлі еді. Бұнда орын аламан деп үмітленгенім жоқ еді, турасын айтқанда. Сол менің өзімнің минетлерім арқасында сол дастан айттым, бұнды конкурста Алпамыс дастанынан бір қара сөздермен, насырменен бір айтып берген. 2011 жылы, өткен жылы, және бір сіздің өміріңіздегі жетіскенлік, бұл бақсылар һәм жыраулар атқаруындағы таңлауда жеңімпаз болыңыз, 3-ші орынды алыңыз. Біз білеміз, бұл таңлауға да республикамыздың барлық жас үлкен жырауларынан басылап, тәжірибелі бақсыларымыз таңлауда қатынасушысына айланады. Міне осы таңлауда 3-ші орынды қолға кіргізуіңіз сізге қандай тәсір көрсетті? Бұл 3-ші орынды қолға кіргізуімде бұл мен үшін бір үлкен бір қуаныш болды. Себебі сол ұстазларыммен қатынасып, сол ұстазларымнан тәлім-тәрбие алып, әрбір жыраулардың айтқанын көріп, бақсылардың айтқанларын көріп, сол дастанларды сол Қарақалпақ халқында қандай дастанлар болса, соның дерлік жартысы һәмме бақсы жыраулар айтып шықты. Бұнда өзлеріміз естпеген дастанларым бар екен. Сол дастанлардан көріп, һәм ендігі жағына алға ілгерілеуімізге бұл түрткі болды маған. Біз жақсы саламат келің, қазірде бізде мканият бар, стол үстінде сол қобызыңыз. Сізді осындай жетіскенліктерге ерсуіңізге себеп болған, сіз ят білген сол дастанлардан бізге де аз ғана жанлы хауазда айтып берсеңіз. Менің әзір атқаратығын намам бұл Қарақалпақ халық дастаны, Едіге дастанынан. Кішігірім өзімді айтып беремін.
Ане Сатемірхан жасауларын майданға шығарып жіберіп, едіген таққа отырғызып, батырлығына көзі жеткен соң өзі тақтына отырып. Қане балам меймансаң, ауыр көрмесеңіз сізге айтacak 5-6 ауыз арзым бар деді ол. Бұны естіп едіге құллық тақсыр. Сіз патша, біз пұқара. Мәнісіне ойлап қара. Гәп мәнісін аңғармайды ладан нәкәс жасулыға. Ақыл берген жаныңа кәс. Патша пұқараға арыз айтса, шариатта мәскапқа дұрыс емес. Адаспай халыққа біз ерейік. Рұқсат ет тақтыңыздан түсің. Біз мінейік. Қол қаусырып алдымда тұр. Қолдан келсе шешіп жауап берейік деді. Ане дәлелден патша ұтылды. Қол қаусырып патша едігенің алдында тұрды. Едігеге арзын айтып, Сатемір патша қанен не деп атқан секілді. Bendelikte aklım boldu menin lal kapalıkta tarqatqanman dünya malı. 5-6 avuz arsımız var aytayıq yedik atlı şamşırağım. Kulak sal kulak sal Jük kötergen qatarından aredi halkımның yarasıq namız aredi. Бұл dünyada tayanışım dermanım ak bilekti жалғыз kızım бар еді. Бар еді. Мәканы шылпықтың қара тау еді, адам инсанның белгілі жау еді. Қақпақлыда бір düşmanım бар еді, атын айтсам қара тиін дәу еді. Дәу еді. Bayan aile isteyin arzыңды düşman buzdu meninki өлшадым дәйі. Жасырмай баян et келген қызметің елге мегзетемен сенің затыңды. Затыңдың. Сау болың дейміз. Саламат, міне көпшіліктің диққат итибарында болған биылғы өткерілген республикамыздағы әсерлер сазасы фестивалінде да қатнасып, арнаулы диплом менен сыйлықланғансыз. Бұл фестиваль сізде қандай тәсір көрсете алды? Бәрше дүние жүзі халықларының итибарында болған фестиваліміз. Бұл әсерлер сазасы фестивалы менде бір үлкен бір тәсірлер қалдырды. Себебі бұл Қарақалпақ халқының, өзбек халқының мәдениетлері, дәстүрлері бір күнде өтуі бұл үлкен бір гәп. Қала берсе, осы жастарға деген үлкен сенім. Үлкен бір имканият. Үлкен бір имканият, әлбетте. Бұнда әммеміз Қарақалпақ халқының, өзбек халқының мәдениетлерін көрсетіп, шет мемлекеттен келген меймандарға бір мәдениетімізді, дәстүрлерімізді көрсетіп, таң қалдырдық. Шет мемлекеттерден келген меймандар әуес етіп, біздің мәдениетімізге, дәстүрлерімізге әуес етіп кетті. Жас болуыңызға қарамастан, жоғарыда да айтып өттік, бірнеше таңғаларға қатынасқансыз, шетел сапарларында да болғансыз. Солардың бірі Башқұртстан Республикасында өткерілген Урал Моңо 2012 таңлауында қатынасуыңыз болды. Келін бұл таңлау хақында да айтып өтсеңіз. Бұл Башқұртстан Республикасы Уфа қаласында өткерілген Урал Моңо
фестивалында түрк халқларының барлығы жиналып ауызбіршілікте. Бұл фестиваль негізі бұл мақсаты конкурста бір жарыста емес, ал түрк халқын жинап бір саяхатлар қылып аузын біріктіруде бұның мақсаты. Бұнда біздерді жақсы күтіп алды. Рустам Багаов деген бір ағамыз күтіп алып, біздерді жайғастырып, сөйтіп концертлер мынандай болады, фестиваль кейін гала концерті болады деп, гала концертке осы номерлердің жақсы шыққанлары, конкурста жақсы шыққан номерлер алынады деп айтты бізге. Сонда біздер өзімменен бірге жүрген эстрада жөнеліс бойынша Әзізбек Айтжанов деген баламен бардық. Екеуміз конкурста өз талантымызды көрсетіп бере алдық. Һәм бұл біздердің милли қобыз аспабы, біздің дауысымыз, һәм эстрадный қарақалпақ қосығын айтқаннан кейін біздердің қосықларымыз ұнаған, һәм біздерді гала концертке мұрат етті. Одан біздер қуанып қалдық, себебі сонша мемлекеттің арасынан біздерді гала концертке қосып, бір басқаша көзбен қарап біздердің миллилігімізге этибарда болды бізге. Саламат, Башқұртстанға сапарыңыздан соң көп уақыт өтпей, яғни бұл май айында болған болса, жақында, яғни август айында, және шетел сапарында болғансыз, яғни Венгрия Республикасында өткерілген сол Туран халықлары құрылтайы фестивалінде қатынасып қайтқансыз. Бұл фестивальда қайсы дастарменен қатынасқан едіңіз? Екі шетел сапары арасы жүдә қысқа уақыт болуына қарамастан, таярлыққа уақыт мәселесін қандай бөліскенсіз? Қысқа уақыт болса да біздер қазір бағана айтқанымдай күнде таярланғанымыз себебі қысқа уақыттың ішінде де бір көп зат істеуге болады, әрекет етсе. Мен де бір едіге дастанынан үзінді таярлап, Венгрия сапарына өз алдыма мақсат